Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сабағымыздың present simple. Жай осы шақ немесе қайталанатын осы шақ. Present simple не үшін қолданылады? Ол үнемі күнделікті жасалатын біздің іс-әрекет, әдетімізді сипаттау үшін немесе ақиқатты сипаттау үшін қолданылады. Мына жердегі суретке назар аударайық. Адам ұйықтап жатыр да. Alex is a bus driver. Alex автобус жүргізушісі. But now he's in bed asleep. Бірақ қазір ол төсекте ұйықтап жатыр. He's not driving a bus. Ол қазір автобус айдап келе жатқан жоқ. Өздеріңіз байқағандарыңыздай he's not driving a bus алдыңғы өткен present continuous шағымен жасалып тұр. He's asleep. But бірақ he drives a bus. Бірақ ол автобус жүргізеді. He's a bus driver. Ол автобус жүргізушісі. Мамандықтың алдында an артиклі үнемі қолданылуы қажет. Drive, drives, work, works, do, does, etc. is the present simple. Яғни етістіктің бастапқы формасы, базовый формасы, немесе оған s жалғанса, бұл present simple шағы екен. Қай кезде s жалғанады, қай кезде s жалғанбайды. Мына жерге назар аударайық. Мен, сен, біздер, сіздер, олар деген. Яғни мен бірінші жақ жекеше түр, сіз екінші жақ жекеше түр, және барлық көпше түрдің барлығында етістік өзінің бірінші формасында келеді. Яғни ештеңе жалғанбай келеді. Drive, work, do, etc. Ал үшінші жақ жекеше түрде, яғни ол, he, she, it, немесе my friend, my brother, the cat десек, ол жерде етістікке s жалғанады. Drives, works, does. Қай кезде s, қай кезде es жалғанады. Егер етістік с, ч, кс деген сияқты ш, с сияқты дыбыстарға бітсе, онда және өу дыбысына бітсе, онда es жалғанады. Басқа кездің барлығында s жалғанады. Екінші би ережеге назар аударайық. We use the present simple to talk about things in general. Яғни жалпы заттар туралы жалпы айтқан кезде present simple шағын қолданамыз. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general. Яғни бір заттың үнемі болатындығын, анда-санда жиі болатындығын, сирек болатындығын, ешқашан болмайтындығын айтқан кезде, немесе ақиқат, шындық затты айтқан кезде present simple шағын қолданады екенбіз. Мысалы, nurses look after patients in hospitals. Медсестралар ауруханадағы ауруларға қамқор болады, қарайды. I usually go away at weekends. Аптаның соңғы күндері мен әрқашан кетіп қаламын. The earth goes round the sun. Жер күнді айналады. The cafe opens at 7:30 in the morning. Кафе әрқашан таңертең 7:30-да ашылады екен. Remember, есте сақта. I work, but he works. They teach, but my sister teaches. Яғни бұл жерде үшінші жақ жекеше түрге назар аударып, етістікке s жалғауды ұмытпауды есімізге салып тұр. For spelling, енді мана айтып өттім мен spellingнің ерекшеліктерін. C. We use do does to make questions and negative sentences. Сұраулы сөйлем немесе болымсыз сөйлем жасау үшін біз do немесе does көмекшесін пайдаланамыз. Мына жерде сұраулы сөйлем жасау үшін, оның ішінде жай сұрақ жасау үшін do does көмекшесі бастаушының алдына шықты. Do I work, do we work, do you work, do they work. Ал үшінші жақ жекеше түрде third person singular. Does he drive, does she drive, does it drive, does he do, does she do, does it do. Енді болымсыз negative sentences. I don't work, he doesn't work, she doesn't drive, it doesn't do, etc. I come from Canada. Where do you come from? Мен Канададанмын. Сояқтан шыққанмын. Сен қайдан шыққансың? Сен қайдансың? I don't go away very often. Мен жиі кете бермеймін, жиі сыртқа шыға бермеймін. What does this word mean? Бұл сөз қандай мағынаны білдіреді? Жалпы қандай мағынаны білдіреді? Rice doesn't grow in cold climates. Күріш салқын климаттарда өспейді. In the following examples, do is always also the main verb. Do you do, doesn't do, etc. Яғни мына келесі мысалдарда do көмекші негізгі етістікті қызметін атқарып тұр. Яғни ол бастауыштан кейін де келіп тұр. Мысалы қарайық. What do you do? Сенің мамандығың кім? Яғни немен айналысасың деген мағынаны білдіреді. Ал егер біз осы сұрақты present continuous шағында қойсақ, what are you doing? Онда дәл қазір немен айналысып жатсың деген мағынаны білдірер еді.
what do you do деген сұраққа I work in a shop деп жауап берілген. He's always so lazy. Ол әрқашан сондай еріншек. He doesn't do anything to help. Бұл жердегі бірінші doesn't ол көмекші етістік, present simple жағының болымсыз түрін жасау үшін қолданылған. Ал екінші do ол кәдімгі work, play, write сияқты негізгі етістік екен. We use the present simple to say how often we do things. Яғни бір іс-әрекеттерді қаншалықты жиі жиі жасайтынымызды айту үшін present simple жағын қолданамыз. Бұл жерде бізге adverbs of frequency, яғни жиілікті білдіретін істеулер көмекке келеді. Олар мысалы never, ешқашан, sometimes, анда-санда, usually, әдетте, often, жиі, seldom, сирек, және always, әрқашан. Енді қарайық. I get up at 8 o'clock every morning. Мына жерде әрбір таң сайын сағат 8-де тұрамын. Бұл жерде every morning сөзі бізге present simple жағын қолдану керектігін көрсетіп тұр. How often do you drink? How often do you go to the dentist? Қаншалықты жиі барасыз тіс дәрігеріне? Julie doesn't drink tea very often. Julie шайды жиі ішпейді. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Роберт әдетте жылына 2-3 рет қыдырып тұрады. I promise, I apologize. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. Яғни дәл қазір айтып тұрсақ та, бұл етістіктер әрқашан present simple жағында қолданылады. Мысалы, уәде беремін, I promise. Мен ұсыныс жасаймын, ұсынамын, I suggest. Мысалы қарайық, I promise I won't be late. Енді ешқашан кешікпеуге уәде беремін. What do you suggest I do? Менің не істегенімді ұсынасың, қалайсың. In the same way we say I apologize. Кешірім сұраймын. I advise. Кеңес беремін. I insist on doing something. Мен бір зат жасауға соған өте табандылықпен соны қалаймын. I agree. Келісемін. I refuse. Бас тартамын. Және тағы басқа. Thank you. Келесі сабақта біз жаттығулармен жұмыс жасаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.